Водитель автомашины Мерседес Даниэль Амос. Мен Болбай Беспорт, Атырау қаласының тұрғынымын. Осыдан 15 жыл бұрын ойда жоқ жерде авария болдым. Шын айтқанда, мен де осы 12 мүшесі шауып жүрген жігіт болдым. Мүгедектердің спорты бар екен телевизиядан көріп, сонда барғам емініші легкая атлетикаға қатысып, жетістіктерге жетіп, спортқа барып, 2019 жылы 21 шарысында бірінші орын алып, мастер спорт Қазақстан алдым. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үйінен жатып шықпай қалады. Бағандай соларға барып мотивация береміз, ортаға алып шығамыз, өмірлерін өзгертуге тырысамыз да. Осындай қоғамға бірге келіп, коляскаға отыру білмейді, спорттың қай жерде екенін білмейді, базарға барып киіну керек екенін, оның бәрін білмейді, біреу әкеліп беру керек те. Соған үйреніп қалады, үйде жатады, ешқандай өзгеріс жоқ. Шын айтқанда, сөйтіп 200-300 адамның өмірін өзгерттік десең болады. Осындай мезгіл ғой, жаңбыр жауып тұрған күн тайғақ кездері қателік болды, шын айтқанда. Өкінем, сондай кездерде авария болып, өзімнің 12-11 омыртқамды сындырып, өмір бойы арбаға таңылдым десем болады. Өйткені әлі жігер бар, бірақ осылай да өмір сүру керек екенін түсініп, сол сияқты өзіміз сияқты қазір жолда жүрген жігіттерге, Құлсары қаласының жолына, Қарабатаның жолына, Атыраудың ішінде осы тайғақ күндері ескертуге шығамыз. Сондықтан шоферларға айтарым, осы Атырау бойын, бүкіл Қазақстан бойынша машина өте жай айдаса, шипейін қыстық уақыттарда ауыстырып, гаидің қызметкерлерімен тоқтап, қандай жағдай, авария қандай екен сұрап біліп, сондай бір мәлімете жүрсе, көп нәрсе өзгереді. Көп нәрсеге қазір біз мән бермейміз. Жолдарың болсын. Енді жолдың тайғақтығына ескерту ғой, шаралар ғой. Өзімізде осындай күн авария болған сәтте 15 жылдай уақыт өтті қазір. Мүмкіндікше арбасында отырып қой. Соң бір бауырымыз болса да аман болсынша бәріміз бір-бірімізге сыйластықпен қарайық деп, кепейді уақытында ауыстырып, ременді тағып жүрсек, жол патруль полициясына бағынып жүрсек, елімізде мүмкіндігі шектеулі адамдар көбейіп жатыр да. Өйткені осы бағын-бағынан больницаға барамыз, көреміз. Авария отқан адамдардың жылағаны отқанын, осы бағын-бағындағы осының бәрі. Сондықтан бірімізге бағынып жүрейік. Шынында мен де осындай болып қалуым мүмкін ғой деген сөзбен ескертіп, ата-аналарын күтіп отыр ғой үйінде, балаларын күтіп отыр. Әрине түсінеміз, бәріне де ақша керек, табыс керек. Қатты жолға шығады, 120-160 пен айдайды, тез жету керек, 2-3 рейс жасау керек, отбасын түсінемін. Бірақ бір күннің ішінде көз алдында бәрі бекер болып қалуы мүмкін. Полиция қызметкерлерімен әркез ретке шығып тұрамыз. Құлсарыға, жолға, Қарабатан жаққа өйткені ескерту керек болады. Қаншама жандар осыған мән бермей жатады ғой. Шынында бізді көргенде кішкене ойланып қалады да. Сондықтан мен де осындай өзімнің бауырларыма үлес қосқым келеді да. Өйткені мүмкіндігі шектеулі адам шектеу жоқ екенін барып соларға айтсақ, сол күні бір адам сақтап қалсақ, өмірің оның өзі үлкен құрмет та. Сондықтан бірімізге бағынып жүрсек, осындай заңға бағынған қол болмайды дейді, аман болайық дейік, сау болайық, еліміз тыныш болсын. Тек жақсы күндер кездесейік.